Күнделікті өмірде басым ауырып тұр деген сөзді жиі естиміз. Бас ауруы әртүрлі себептерден болатын ауырсыну сезімі. Көбіне қан айналу жүйесінің қызметі бұзылғанда миға қан біркелкі келмейді. Осының әсерінен бас сырқырап, солқылдап ауырады. Бұл сырқатқа шалдығудың себебі көп. Соның бірі қазіргі кезде басты жылы ұстамау, жастарымыз шашын жайып жіберу жүру десек те болады. Бұл әрекет қарапайым сәнді болып жүру болып көрінгенмен бас ауруы, бас сақинасы, қан қысымы сияқты сырқаттарға әкеліп соғады. Бас ауруына шалдыққан жағдайда уақытылы дәрігерге бару керек, уақытылы ем алған дұрыс. Сонымен қатар халық медицинасына үңілсек, қазақ әрбір сырқаттың алдын алу жолдарын да қарастырған. Мысалы, бұрынғы кездерде шолпы тағу, шашбау сияқты бұйымдар бас ауруы мен бас сақинасы, қан қысымының ауруларына тосқауыл болған. Қыз баланың шашына салмағы 3 келіге жуық болатын шолпы тағу арқылы бойын түзеу, ұстауға үйреткен. Адам қозғалған сайын шаштың түбін жайлап, салмақ тартып, массаж жасап тұрады деп есептеген. Сондықтан қазіргі кезде қыз балаларға шолпы тағу арқылы осы сырқаттың алдын алуымызға болады.